қалай дұрыс тамақтану керек? Дұрыс тамақтанудың да шынымен өзінің бір құпиялары, шарттары бар. Дана қазақ айтады, ас адамның арқауы дейді. Әрине, оны бәріміз былай түсінікті да. Тамақ арқылы қуат аламыз, өмір сүреміз. Бірақ сол қазақ айтады, ауру астан, дау қарындастан дейді. Енді бүгін аш жайлы оның ең ауру астан дейді. Көп адам дұрыс тамақтанбағандықтың кеселінен түрлі ауруларды өзі сұрап, өзі шақырып алып жатады. Бұл да кәдімгідей ғылым. Мен біраз уақыт осыны зерттеп, қолданып жүргендіктен біраз ойлар айта аламын шартты. Ең бірінші, таңертең тұра салысымен асқазанды ас қабылдауға дайындау керек. Ол деген не? Ол деген асқазан әлі оянған жоқ, ас қабылдауға дайын емес. Сол кезде жылы су. Мен өзім енді мына Невовакин профессор, атақты профессор, медицина ғылымының докторы, космонавтарды 30 жыл бойы емдеп денсаулығына жауапты болған Невовакиннің дәрістерін тыңдап жүрем. Сол кісі айтады, перекис водорода. Қарапайым ғана бір тиын тұратын перекис водородан, соны мен бір 10-15 тамшысын жылы суға тамызам да, соны ішіп алам. Енді оның қасиеті жайлы кейінгі бір видеоларда айтып жатармын. Сол кезде асқазанға су барады, асқазан оянады, тамақ қабылдауға дайын бола бастайды. Екінші, егер сізде былай кекіріп, асқазаныңыздың қышқылығы жоғары болса, изжога дейді ғой. Сол кезде мына шай қасықпен бір жарты шай қасық ас содасы бар ғой, қарапайым ас содасын алып, ыстық сумен оны тұндырып жіберіп, ыстық сумен қайнап тұрған су құйсаңыз, анау газ етіледі, известь газ етілген сияқты. Қайнайды, араластырып жібересіз да, соңмен стақанға су толтырып қойып, бір 10 минут қойып қойсаңыз, ол бір жылы қалыпқа келеді. Оны да ішіп алсаңыз, асқазандағы pH дейді, сол бір белгілі мөлшерге, қалыпты мөлшерге келеді. Қалыпты мөлшер pH 7-нің маңайында болу керек. Ол бірінші шарт. Асқазанды таңертең дайындау. Екінші шарт. Тамақ ішерден жарты сағат бұрын сұйық ішуді тоқтату керек. Неге десеңіз, ас өңештен өтеді де, алдымен асқазанға барады. Енді мен сізге сұрақ қояйын, асқазаннан кейін адамның қандай ағзасы бар? Көп адамдар, 90% адамдар білмейді екен. Асқазаннан кейін адамдың ұлтабары тұрады. Орысша 12-перстная кишка дейді. Ұлтабар ас қорытылғаннан кейін, сонда адамның асқазанына түсіп, біраз қорытылады да ұлтабарға түседі. Ұлтабардан ары қарай не тұрады? Оны да көп адамдар білмейді. Ұлтабардан кейін ащы ішек тұрады. Ол 7,5 метрдей ұзын ащы ішек. Сол жерде ас қорыту процесі жүреді. Ал енді ащы ішектен кейін не тұрады? Тоқ ішек. Тоқ ішектен кейін бар, тік ішек дейді. Тік ішек, содан кейін ары қарай далаға шығарып тастаймыз. Тамақ ішкен кезде міндетті түрде шарт, сіз бір жерге 30 деп жазып қойыңыз. Дастарханға, қабырғаға, дастарханға жазып қойсаңыз болады, қасыққа жазып қойсаңыз болады 30 деген цифрды. Неге дегенде 30 рет шайнау керек. Өйткені бірінші ас қорыту процесі адамның ауыз қуысында басталады. Сілекеймен араласады тамақ, шайналғаннан кейін ол қоймалжың болады да, асқазанға салмақ түспейді, асқазан қиналмайды. Өт бөлінгеннен кейін ол тез қорытылады, жеңіл қорытылады. Қорытылғаннан кейін сол асқазаннан алатын бүкіл энергия глюкозаға бөлінеді да, қан тамырлары арқылы біздің бұлшық еттерімізге барады, қорек барады. Ол ортасынан бір бөліп, бір тістеп бөліп, ары қарай лақтыра берсеңіз, асқазанда сол кесек болып барған ет, оның ішіне тағы да су қосып берсеңіз, ол қорытылуға қанша уақыт керек? Сондық кеселінен адамдар тамақ ішіп алғаннан кейін күш-қуат жинағанның орнына қалғып мүлги бастайды. Тамаққа тойып алғаннан кейін шұлғи бастайды. Неге десеңіз, сіздің бүкіл күш-қуатыңыз асқазан, ағза алады да, сол ас қорытуға жұмсайды. Сіздің миыңызға күш-қуат энергия бармайды. Содан кейін сіз қалғи бастайсыз. Ас қорыту үшін. Ас ішіп алғаннан кейін адам күш-қуаты тасып шығу керек қой. Ас адамның ауқаты, арқауы дедік, күш-қуат беретін нәрсе. Ал неге мүлгиміз? Неге қалғимыз? Бүкіл энергиямыз солға кетеді. Сондықтан 30 рет шайнап, мынандай бір
қағида бар, тәмсіл сөз. Сұйық тамақты жеу керек дейді, ал қою тамақты ішу керек дейді. Сұйық тамақты қалай жейсіз? Сұйық тамақты қылқылдатып ішпейсіз, ауызға бір толтырып алғаннан кейін сілекеймен шылап 1 минуттай. Содан кейін жұтасыз. Сілекеймен шылап жұтасыз. Ол сілекеймен араласқаннан кейін қорыту процесі басталды. Ал енді көже болсын, бір борщ, суп болсын, сорпа болсын, ауызда қорытылу керек. Оның ішінде де түрлі минералдар бар, түрлі заттар бар. Ал қою тамақты сіз қоймалжың қып 30 рет шайнағанда ол қоймалжың болады, ұсатылады. Екінші сілекеймен араласады. Асқазанға түскенде оның қорытылу жеңіл болады. Содан кейін міндетті түрде қою тамақтан кейін шай ішпеңіз. Анемия деп айтып жатады. Әйел адамдар өте көп. Анемия деген ана адамның күш қуатының қандағы эритроциттердің азайып кеткені. Анемия қайдан болады? Анемия мына еттен кейін, тамақтан кейін, шай ішіп алғаннан кейін, шайдың ішінде түрлі тмин, түрлі бір химиялық заттар бар. Ол жаңағы неменені шайып жібереді асқазандағы бүкіл ферменттерді. Сондықтан тамақ ішкеннен кейін 2 сағат сұйық ішуге болмайды. Ішуге болады қымыз, шұбат, айран сияқты нәрселерді. Ерітілген құрт болса ішуге болады. Ол қышқыл, кисломолочный. Ол жаңағы ас қорытуға көмектеседі. Артық тамақ ішіп қойымыздың кеселі, біз жылдам ішкен кезде, жылдам шайнап ішкен кезде, адамның асқазанына тамақ келді деген дабыл, сигнал миға 15 минуттан кейін барады. Ал біз 15 минуттың ішінде біз мынандайдан 2-3-ін тастап жібереміз. Соның кейін бар, тойдық деген бізге сигнал келген кезде отырамыз. Асқазанымыз тығыздалып алды, оған өт бөлінеді, бейшара асқазан қиналады, қорыта алмайды. Шаршаймыз, күш қуаттың жинағанның орнына күш қуатымыз сол қарай кетіп жатыр. Содан 2 сағаттан кейін, егер шайнап жегеннен кейін 2 сағаттан кейін су ішсеңіз, әрине, ол суды да ұрттап ішу керек. Қылқылдатып, бір құмыра емес, шөлдеп кесеңіз де, ұрттап, 1 ұрттап іштіңіз, 2 ұрттап іштіңіз, мына ұзаққа жүгіретін марафондылар бірақ құты су алып алады, сол жетеді. Олар ұрттап ішіп отырады. Ұрттағанда ауыз қуысыңыз арқылы бүкіл ағзаңызға жаңағы сұйықтық тарайды. Ал ұрттап ішсеңіз, ол асқазанға шар етіп барады, шар етіп ащы өтеді де кетеді. Сіздің шөліңіз қанбайтын содан, қылқылдатып ішкеннен. Ұрттап ішкен кезде адамның шөлі қанады. Міне тамақтанудың қарапайым тәсілі. Бірақ өкінішке қарай осы қарапайым тәсілді қолданбағандықтан біз тамақ ішкен кезде өзіміз қинаймыз. Ал енді мына тоқшек, ол унитаз деп айтсаңыз болады. Ас қорытылды, пайдалы заттардың бәрін біздің ішегіміз, қан тамырларымыз арқылы өне бойымызға тарады. Артық май, гликоген бауырға жиналды. Енді анау шыққан қоқыс. Енді сіз кез келген дәретханаға барсаңыз, жаман иіс шығып тұрады, ол сасып тұрады. Дәретханада отырған адам ауыр болып кетеді, ұзақ отырса. Солай ма? Иіскей берсеңіз. Және соны біз ішімізге толтырып тасып жүрміз. Ол дұрыс емес. Күнде 2 рет шығарып тастап отыру керек далаға. Ол үшін жаңағыдай дұрыс тамақтансаңыз, ол қорытылғаннан кейін әбден тез қорытылады, тез сумен араласқан жоқ, бойға сіңді, қалған тез уақытында сіз күнде 2 рет үлкен дәретке бардыңыз, шығарып тастап отырыңыз. Сіздің денсаулығыңызға пайдалы. Ал ішім қатты дейді ғой, орысша запор дейді. Іші қатқан кезде мына жақта унитаз жүр, сіз өзіңіз өз дәретіңізбен өзіңіз улап жатырсыз. Жаңағы сонда қалған артық зиянды нәрселердің бәрі сонда тұр, сол сіздің бойыңызға, қан тамырларыңыз арқылы тарап жатыр деген сөз. Ол қай уақытта болмайды. Қай уақытта 30 рет шайнап, жаңағы сумен қою тамақты бөлек ішкен кезде болады. Содан тағы да бір ескеретін өте маңызды нәрсе. Мысалы, мына нан тағамдардың бәрінде углевод. Тамақ 3-ке бөлінеді. Углеводтар, содан кейін майлар, жиры, өсімдік майы, мына малдың майы болады да. Майлар, сары май дейміз, кілегей дейміз, сыр дейміз да, жиры. Үшіншісі белок, ақуыз. Мынау көмір су. Сол белокпен, ақуызбен көмір суды араластыруға болмайды. Екеуі мүлде бөлек жейілетін нәрсе. Ет, белок, бүкіл ет, балық,
одан кейін мына жаңғақтарда да бар белок деген ақуыз. Кешіріңіздер, көмірсулар да, ақуыз. Ал мыналардың бәрінде көмірсу. Мыналардың бәрінде көмірсулар. Углевод. Углевод тез қорытылады. Тез адамның ағзасына сіңеді. Ал ақуыз ұзақ қорытылады. Ақуызбен жеміс жидекті бірге жеу керек. Ақуызбен. Яғни етпен жеміс жидек, кез келген шөп тағамдарын, кавказдықтар сөйтіп тағамданады, оң кейін дені сау, өмір жасы ұзақ болады. Ал мына көмірсумен, углеводпен, оны да жеміс жидекпен бірге жеу керек. Әрине мынаған май жағып жесек те болады. Ол да бірге қорытылады, жақсы қалыптасады. Егер біз соны қосып жейтін болсақ, ақуыз бен көмірсуды, нан мен етті қосып жейтін болсақ, қысқаша айтқанда, біздің асқазанымызда қышқылдылығы артып кетеді. Соны айтады, кислотность желудка повышенный дейді. Асқазанның қышқылдылығы жоғары, ас қорытылмайды. Адамның денсаулығына үлкен қатты әсерін береді. Сондықтан екеуін бөлек жеуге тырысыңыз. Сонымен нан мен шөп, осылай ет пен шөп, ал нан мен ет екеуі қабыспайтын нәрсе. Кейінгі кезде мына етке қамыр салғанды біз әбден үйреніп алдық, соны қабылдап алдық. Ол дұрыс емес. Мен өзім қамырды жемеймін. Етпен, етті ғана жеуге тырысам, аз ғана кішкене қамыр жеймін, етпен бірге жеміс жидек жеймін. Міне тамақтанудың қарапайым тәсілдері. Әрине бұны ұзақ таратып айтуға болушы еді, бірақ ұзақ әңгіме тыңдалмайды, солай ғой. Қазір осындай заман келді. Клиповое мышление дейді. Бір 4-5 минуттан артық әңгіме айтсаң, ол қандай құнды болса тыңдалмайды. Сондықтан заманның ағымына қарай мойынсынамыз. Сізге осы ақпарат біраз жақсы ойлар салды деген ойдамын. Енді асқазаныңыз сізге алғыс айту үшін, рахмет айту үшін осыны айтқан істеп жүріңізші. Сонда сіз ішкен астан қуат алатын боласыз. Сіздің ішкен асыңыз сіздің өмір жасыңызды ұзартуға, сізге күш қуат беруге көмектесетін болады. Ал кез келген нәрсені дұрыс істемесек, оның жазасын тартамыз. Дұрыс тамақ ішпесек, осы көптеген ауруды өзіміз басымызға тілеп алады екенбіз. Егер осы айтқан ақыл кеңесім сізге бір пайдасы болса, өзіңіз пайдалы деп тапсаңыз, онда міндетті түрде кімге жақсылық ойлайсыз, кімнің дені сау болғанын қалайсыз, соларға тарата жүріңіздер, бөлісе жүріңіздер. Келесі видеоларда кездескенше сау, саламат болыңыз.